Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Отыра қойыңыздар. Ал енді тақтаға назар аударайық, оқушылар. Осы тақтадағы суреттер бойынша біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Иә, Әділ? Сабағымыздың тақырыбы? Майдан және тыл. Жақсы, керемет, отыра қой. Енді астындағы ережеге назар аударайық. Бұл ереже бойынша біздер бүгін қандай ережемен таныс боламыз деген сөз? Ерғали Набат? Өте жақсы, дұрыс айтасың. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы майдан және тыл, қаратпа сөздер. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаттары мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау және оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Ал ендеше оқушылар, дәптерімізді ашып бүгінгі күннің жадын жазайық. Сәуір айының 6-сы тақтада беріп тұр сіздерде. Майдан және тыл тақырыбы, қаратпа сөздер. Тақырыпты жазып 236-237 беттерді ашайық. Ал ендеше оқушылар, тақтаға назар аударайық. Қазір біздер кітабымыздағы 236 бетте тұрған мәтінді осы шырағай платформасы бойынша тыңдайтын боламыз. Майданға шақырылуы мен олардың орнын қариялар, әйелдер мен балалар басты. 1944 жылы колхоздағы еңбекке жарамды ерлердің Оқушылар, енді тыңдаған мәтін бойынша біздер қазір осы тапсырманы орындаймыз. Яғни сіздер бұл жерде беріп тұрған ақпараттардың дұрыс не бұрыс екендігін ажыратасыздар. Бірінші, мысалы, ауыл шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға тартылуына байланысты олардың орнын қариялар, әйелдер мен балалар басты. Бұл бізде дұрыс сөйлем, иә? Енді екінші сөйлем бойынша келе ғой, Кенжеғали Набат. Бізге беріп тұрған ереже ол қаратпа сөздер. Тақтаға назар аударатын болсақ, бізде қаратпа сөздердің ережесі беріліп тұр қысқа түрде. Енді бұл жерде қаратпа сөз дегеніміз не деген сұрақ келеді ойымызға. Қаратпа сөздер дегеніміз біреудің назарын өзімізге аударту мақсатында жұмсалатын сөз болып табылады. Яғни біздер біреуді өзімізге қарату үшін алдымен не істейміз? Оның есімін айтамыз, немесе оған байланысты туыстық атауды айтамыз, немесе эмоционалдық мәнді сөздерді айтамыз, және көркем әдебиеттегі атаулар кіреді құрамына. Мысалы, жалпы есімдер олар Асан, Әлия деген секілді. Асан, қаламыңды бере тұршы, немесе Әсел, бүгін сабақ нешеде бітеді дейтін болсақ, біз осы жердегі Асан, Әсел деп тұрған сөздер, олар не болады? Қаратпа сөздер болады. Яғни ең алдымен біз ол сөйлемді айтпас бұрын не істейміз? Олардың назарын алдымен өзімізге қаратып аударып аламыз. Ал егер біздер осы қаратпа сөзді қолданбайтын болсақ, онда ол сөйлем немесе ол сұрақ кімге айтылып тұрғаны белгілі ме? Белгісіз, иә? Сондықтан бізде осы қазақ тілінде алдымен біреудің назарын аудару үшін қаратпа сөзді қолданамыз. Ол кейбір жағдайларда туыстық атаулар, эмоционалдық сөздер негізінде де
қолданыла береді. Мысалы, сіздердің әжелеріңіз, аталарыңыз сіздерді еркелетіп, өзіне қаратып шақыру мүмкін, иә? Айналайын, шырағым, шырақ деген сөздер бұларда қаратпа сөздерге жатады. Сонымен қатар көркем әдебиетте кездесетін қаратпа сөздердің қатары да бар. Мысалы, бұл жерде бізде Махамбет Өтемісұлының «Қызғыш қыз» өлеңін алуға болады. Өлең жолдарында қызғыш қыз ол қаратпа сөз болып табылады. Енді балалар, осы қаратпа сөзден кейін бізде міндетті түрде тыныс белгі қойылады. Яғни қаратпа сөзден кейін сөйлем ішінде бізде үтір қойылады. Егер қаратпа сөз сөйлем басында кездесетін болса, қай жерде қойылады сөйлем? Сөйлем басында Сол қаратпа сөзден кейін қойылады. Ал егер қаратпа сөз сөйлемнің ортасында тұратын болса, үтір екі жағынан да қойылады. Ал егер қаратпа сөз сөйлемнің соңында кездесетін болса, қаратпа сөздің алдына үтір қойылады. Міне осы тыныс белгісін ұмытпаймыз. Мысалды оқи ғой, Мағжан. Бірінші мысал. Балам, шыныңды айтшы, бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып па еді? Жарайсың. Осы жердегі бізде қаратпа сөз қайсысы, Мағжан? Балам. Жарайсың, өте жақсы. Келесі, екінші мысал. Оқи ғой, Нұрбек. Ал қызғыш қыз қанатын қағады. Осы жерде қаратпа сөз қайсысы? Өлең жолдарындағы? Жарайсың, қызғыш қыз. Оқушылар, енді жаңа біз ережемен таныс болдық, қаратпа сөздер ережесімен таныс болдық. Қаратпа сөздер дегеніміз не еді? Адамның назарын өзімізге аударатын сөз болып табылады. Енді осы бойынша ережені қалай меңгергенімізді тексеріп шығарайық. Қазір орнымыздан жұбымызбен бірге жұптық жұмыс орындаймыз. Яғни сіздер беріліп тұрған сөйлемдердің ішінде мына тұрған жаңағы бастауыштар қаратпа сөз бола ма, әлде сөйлем мүшесі бола ма? Соны ажыратасыздар. Енді оқушылар дәптерімізге жұптық жұмысты орындап болса, кәнеки бәріміз сынып болып, осы тапсырманы тексере қояйық. Бізде Айсезім мен Мағжан жұбына Мағжанды шақырайық ортаға, және Нұрбек пен Айлана жұбына Айлананы шақыра қояйық. Дәптеріңізді алып шығыңыздар. Оқушылар, енді сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс беріп жіберейік. Сабақты түсінбесек түсінбедім дегенде басамыз. Егер сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, сұрағым бар дегенде басамыз. Егер сабақ толық түсінікті болса сіздерге, онда түсіндім деген қоржынға басамыз. Дәптеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Үйге 5-ші тапсырма 239-ші бет. Осы 5-ші тапсырмада бізде QR беріліп тұр. QR-ды сканерлеу арқылы телефондарыңызда мәтін ашылады. Сол мәтінді тыңдай отырып тапсырманы орындайсыздар. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта біз заманауи технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, ауқымды жұмыс жасадық. Презентация құрылымын Gamma AI көмегімен дайындап, оны Canva'да толықтырып өңдедік. Сонымен қатар жасанды интеллектті пайдаланып, Шақ AI арқылы аватар құрастырсақ, қорытынды видеоны Google Flow AI арқылы әзірледік. Бұл жұмыстар жасанды интеллекттің білім берудегі мүмкіндіктерінің қаншалықты кең екенін көрсетеді. Біз ұштанар. Қазіргі кезде білім алу тек ақпарат жаттау емес, технологияны дұрыс пайдалана білу.
Сабаққа белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Алған білімдеріңіз келешекте үлкен пайдасын тигізеді деп сенемін.